Саламатсыздар. 8-ші кластың физикасын бастайық өткеніміз жылу құбылыстары. 8-ші класста қарастырылады жылу құбылыстары. Яғни термодинамика. Термодинамика деп отырғанымыз дененің молекулалардан тұратындығын қарастырмай, оның қандай жылу құбылыстарын зерттейтін физиканың бөлімі. Физика өз бірнеше бөлімнен бөлінбей ма? Бірінші тақырып жылулық қозғалыс. Жылулық қозғалыс дегеніміз молекулалардың ретсіз қозғалысы. Біз өткен сабақта айтқанбыз, кез келген зат молекуладан тұрады. Ол молекулалар ретсіз, тәртіпсіз, бейберекет, үздіксіз қозғалады дегенбіз. Және олар өзара әсерлеседі. Ендеше жылулық қозғалыс дегеніміз молекулалардың ретсіз қозғалысы. Осы жерде мынандай әңгіме бар, броунды қозғалыс деген. Броунды қозғалыс дегенді ағылшын ботанигі броун суда қалықтаған өсімдік спорасының қозғалысын бақылаған. Ағылшын ботанигі броун суда қалықтаған өсімдік спорасының қозғалысын бақылаған. Броунды қозғалыс деп сұйықтар мен газдардағы микроскопиялық бөлшектердің үздіксіз бейберекет қозғалысы. Яғни жылулық қозғалыс, броунды қозғалыс бәрібір молекулалардың, яғни бөлшектердің ретсіз, үздіксіз бейберекет хаосты қозғалысы. Осы арада термодинамикада температура туралы айтылады. Біз өткен жолы температураны айтқанбыз, сондықтан бүгін ол температураға тоқталғым келмей тұр. Температура деп дененің жылулық күйін сипаттайтын шама деп өткен сабақта айтқанбыз 7-ші класста. Температура 1 градус деген бар. 1 градус. 1 градус дегеніміз не? 1 градус дегеніміз судың қайнау температурасынан, судың қату температурасын шегеріп, оның 100-ден 1 бөлігін аламын. 1 градус деп судың қайнау температурасынан судың қату температурасын шегеріп, 100-ден 1 бөлігін аламын. Су қайнайды қанша градуста? 100 градуста. Қатады қанша градуста? 0 градуста. Яғни 100-ден 0-ді алсам 100 болады. Оны 100-ге бөлсем 1 градус шығады екен. Өткен жолғы сабақта тағы да айтқанбыз. Мынау кез келген зат молекуладан тұрады. Егер бұның астынан от жағып жылу беретін болсам, жылу берсек, онда дененің температурасы көтеріледі. Артады температура. Температура артса, мына молекулалардың қозғалыс жылдамдығы артады дегеніміз. Қозғалыс жылдамдығы артатын болса, дененің құрайтын молекулалардың кинетикалық энергиясы артады екен. Абсолют температура молекулалардың жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тура пропорционал. Немесе жоғарғы сыныптарға келген кезде мынандай формуланы айтамыз. 3/2 КТ деген формуланы айтамыз. Мұндағы едеп отырғанымыз газ молекулаларының қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы. Бұл деп отырғанымыз температураға тура пропорционал екен. Тек қана температураға қойылды. 3 тұрақты шама, 2 тұрақты шама, К дегеніміз Больцман тұрақтысы, Т деп отырғанымыз температура. Яғни абсолют температура газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясына тура пропорционал. Келесі тақырыбымыз ішкі энергия деп аталады. Ішкі энергия дегеніміз денені құрайтын бөлшектердің ретсіз қозғалыс энергиясы мен өзара әсер энергияларының қосындысы. Демек, мынандай нәрсе жазуға болады. Ішкі энергия деп қысқаша сіздерге формула түрінде жазып берейін. Ішкі энергия деп денені құрайтын молекулалардың кинетикалық энергиясы мен потенциялық энергиясының қосындысы. Яғни кинетикалық энергия дегеніміз біз білеміз қозғалыс энергиясы, потенциялық энергия дегеніміз өзара әсер энергиясы. Ішкі энергия кез келген дененің ішінде не бар? Молекула бар. Ол молекула қайтеді? Қозғалады. Ендеше молекулада қандай энергия бар? Кинетикалық энергия бар. Ол қозғалып келе жатып бір-бірімен қайтеді? Соқтығысады. Яғни өзара әсерлеседі. Демек ода қандай энергия бар? Потенциялық. Молекулалардың кинетикалық және потенциялық энергияларын
дененің ішкі энергиясы деп атайды екеуміз. Келесі, осы ішкі энергияны өзгертудің қандай тәсілдері бар деген сұраққа келейік. Осы ішкі энергияны өзгертудің қандай тәсілдері бар? Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері деп жазып қояйық. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері екеу. Бірінші, жылу беру арқылы өзгертеміз. Жылу беру арқылы өзгерту керек. Жылу беру арқылы ішкі энергияны өзгертеміз. Мынандай пробирка алайық. Бұл пробиркаға су құяйық. Оның аузын пробкамен жақсылап жауып тастаймын. Сөйтіп оны штативке орналастырып, астына спиртовка шамымен от жаға бастаймын. Яғни не беріп жатырмын? Суға жылу беріп жатырмын. Осы кезде судың температурасы қайтеді? Судың температурасы көтеріледі. Мынау көтеріледі деген сөз. Судың температурасы көтеріледі. Сөйтіп су ысиды. Бара-бара су қайнайды. Не арқылы бұл қайнап температурасы көтеріліп жатыр? Себебі біз бұған жылу бердік. Ендеше жылу беру арқылы оның температурасы көтеріледі екен. Берілген затымыздың температурасы көтеріледі. Температурасы көтерілетін болса, дененің ішкі энергиясы артады. Ішкі энергияны, бұдан кейін У деген әріппен белгілейміз, өлшем бірлігі джоуль. Мынау дельта дегеніміз, алдында тұрған дельта ішкі энергияның өзгерісін көрсетеді. Яғни ішкі энергия өзгерді, қайтты, артты. Демек, ішкі энергия бірінші кезекте температураға тәуелді екен. Ары қарай, отты жаға берсе, су қайнап арада бу пайда болады. Қысым көтеріледі. Сөйтіп пробканы атады. Сөйтіп не істейді? Жұмыс істейді. Пробканы атып жіберіп жұмыс істейді. Будың бәрі сыртқа шықты. Екінші жағдайда ішкі энергия өзгереді, жұмыс істеу арқылы өзгереді. Мына будың бәрі сыртқа шығып кетті. Су тіпті салқындап қалған жоқ. Но мына арадағы бу мен судың молекулаларының ішкі энергиясы сәл-пәл болса да кеміді. Яғни ішкі энергия өзгерді. Не істеу арқылы? Жұмыс істеу арқылы. Осы жерде мынандай бір формула жаза кеттім деп тұр. Ішкі энергияның өзгерісі екі нәрсеге тәуелді болып тұр. Бірінші жылу бердім, екінші жұмыс істедім. Осындай формуланы болашақта айтамыз. Бұл арада жылу мөлшері дегеніміз дельта У, жұмысты бері қарай көшірсек минус А болады. Тура осы формуланы термодинамиканың бірінші заңы деп атайды. Болашақта біз бұл заңдылыққа тоқталамыз.